Эроботаника маркасының Дзинин Сянзе терінің серпімділігімен тығыздығын арттыруға арналған кремін ішке жағып, айналмалы массаж қозғалыстарын бастаңыз. Массаж қозғалыстарын жоғарыдан төменге қарай кіндіктен 2 саусақ қашықтықта бастаңыз. Массаж саптамасын тері бетіне перпендикуляр немесе бұрышпен ұстаңыз. 5 массаж қозғалысын жасаңыз. Бұл сызықтан тағы 2 саусақ оңға қарай шегініп, 5 қозғалысты қайталау қажет. Тағы 2 саусаққа шегініп, даймай меридианның өткізгіштігін қалпына келтіріп, кіндік бөлігіне оралыңыз. 5 рет қайталаңыз. Осы қозғалыстарды дененің сол жағында да істеу қажет. Кіндік айналасында сағат тілімен айналмалы массаж жасаңыз. 5-8 рет қозғалыс амплитудасын үнемі жоғарылатыңыз. Бұл ішектің моторикасы мен нәжістің бөлінуін қалпына келтіреді. Созылмалы іш қату жағдайында массаж қозғалыстарының санын көбейтуге болады. Нүктелі әсер ету үшін саптаманың астына кремнің жеткілікті мөлшері бар екендігіне көз жеткізіңіз. Әр нүктеге шамамен 20 секунд әсер ету керек. Клиентпен байланысты тоқтатуға болмайды. Егер жасап жатқан аумақта қызу және қызару жағдайлары пайда болған сәтте, келесі нүктеге көшу керек. Өйткені бұл меридиан ашық деп айтуға болады. Егер қызу сезімі пайда болса, онда меридиан өткізгіштігі қалпына келді деген сөз. Егер ешқандай сезім болмаса, онда тоқырау мен суық құбылыстары өте ауыр болғанын білдіреді. Мұндай жерлерге бірнеше рет әрекет ету керек. Массаж қозғалысын кіндіктен сыртқа күн сәулесі түрінде жасаңыз. Бел көлемі кішірейген сәтте бүйір жағынан кіндікке қарай жылжытыңыз. Бұл қозғалыстар дене контурын жақсартуға көмектеседі. 30 секунд бойы жасаңыз. Процедурадан кейін терінің бетін құрғақ сүлгімен сүртіңіз. Процедурадан кейін 6 сағат бойы жуынуға болмайды. Процедураларда жүргізуге тыйым салынған адамдар тобы: коронарлық артериясының шунтын жүргізгендерге, стенттері бар немесе кардиостимуляторы бар, силикон импланттары бар және кардиологиялық ауруға шалдыққан адамдарға жасауға болмайды. Қатерлі ісіктер болған кезде де процедураны қабылдауға болмайды.